Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үлпілдеп, томпиып, өте әдемі болып тұратын дастарханның көркін ашатын бауырсақтың рецептісімен бөлісемін. Барлықтарыңыз білесіздер, бауырсақты дәл осы әдіспен дайындауға кеңес беремін. Енді ұнымызды ортасына ашып, жылы сүтті, тұзды, қантты, дрожжды, жұмыртқаны, майонезді салып, жақсылап араластырамыз. Қамырды жылы суға не жылы сүтке илеген маңызды. Мен сүтке илеймін үнемі. Өте дәмді болып шығатындықтан осы сүтке үйренгенмін. Сумен де илеуге болады, қалауыңыз. Біздің қамырымыз дайын болды. Енді кішкене сұйық маймен тағы да илеп, 2 сағатқа жылы жерге пакет жауып қалдырамыз. Біздің қамырымыз көтерілді, өте әдемі болып көтерілді. Енді қамырымызды алып, менде үлкен бір зуала болды. Тағы да тындырып қоямыз. Кішкене көтерілгеннен кейін қамырымызды жайып, бауырсағымызды бастаймыз. Біздің қамырымызды дәл осылай жасап аламыз. Өте жұқа қылып жасамаймын мен. Стаканның көмегімен дәл осылай дөңгелек қылып кесіп аламыз. Оны кесіп алған қамырымызды 5-10 минутқа тындырып қоямыз. Кішкене көтерілгеннен кейін қызып тұрған майға, көп мөлшердегі майға дәл осылай пісіріп аламыз бауырсағымызды. Менің рецептіммен дайындап көріңіздер. Үлпілдеп, өте дәмді болып шығатын бауырсақтардың бірі. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Біздің бауырсақтарымыз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі болып піседі. Дәл осы рецептпен дайындап көруге кеңес беремін. Видеоның соңына дейін менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдау көрсетіп, колокольчикті басып қоюды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Эльмира. Алдағы уақытта тағы да пайдалы видео рецептермен бөлісетін боламын.